нәрселерімізді ғана сүйе аламыз. Сонда тастар сүйе алмайды дейді. Тастар сүйе алмайды. Тас жүрек дейміз ғой біз. Тас жүрек. Яғни ол қандай жүрек? Ол сүйе алмайтын жүрек. Неге? Құдайды танымайтын жүрек. Сонда Абай айтады, қашан бір бала, айттық. Сонда Абай айтады, сонда ғана дейді, сонда ғана. Сонда Абай осы адам болудың жолын көрсетіп отыр. Адам болудың жолы. Ол сонда ғана дейді. Құдайды танымақ дейді. Яғни ғылым білім арқылы Құдайды танисың, оның сипаттарын, 8 суббудия сипатын, 99 көркем есімін танисың. Одан кейін дейді, өзің танисың дейді. Өйткені Құдайды тану арқылы, өйткені Құдайдың жаңағы сипаттары 8 суббудия сипаты дейді. Зәрра дейді, кішкентай ғана. Әлі потенция күйінде саған әуелден берілген дейді. Сондықтан Құдайды тану арқылы өзің танисың. Одан кейін дүниені танымақ дейді. Бізде қазіргі кезде осы үшеуі де жоқтар. Біз Құдайды танымаймыз. Егер Құдайды танысақ, біз Құдай сияқты әділетті. Құдайдың өйткені әл-ғаділ деген сипаттар бар. Құдай сияқты ғалым, әл-ғалым. Құдай сияқты әл-ғафур, кешірімді. Құдай сияқты әл-халиқу, жаратушы болушы едік. Міне сонда біз қазіргі кезде біз Құдайды танимыз, Құдайды жақсы көреміз дегеніміз неге келмейді, ақиқатқа сәйкес келмейді. Неге? Өйткені Абай айтып отырған, бізде әуелден сол Құдай танудың, өзіңді танудың, дүниені танудың алғышарты жоқ. Яғни не жоқ бізде? Бізде ғылым білімге деген махаббат жоқ. Сол ғылым білімге деген махаббат арқылы ғана дейді, жаңағы сенің адам болуың жүзеге асады дейді. Сонда адам болу үшін жаңағы мен айтып отырған 3 таным жүзеге асу керек екен. Құдайды тану, өзіңді тану, дүниені тану. Енді бізде қазіргі кезде дүниені танымағандықтан, өйткені біз мысалы адам әрине Құдай күн болса, адам оның көлеңкесі деген ғұламалар сөз айтады да, көлеңкесі. Күн болмаса көлеңке де болмайды. Сонда біз көлеңкесіне қарап Құдайды танимыз. Бірақ адам ғана емес екен. Дүние де Құдайдың көлеңкесі. Сонда Абай айтады, біз Құдайды тікелей тани алмаймыз, оны жаратқан нәрселер арқылы танимыз дейді. Сонда мынау Джалалиддин Руми айтады, сіз айтып отырған Руми, көкірек көзі ашылған адамға ағаштың әрбір жапырағы бір кітап дейді. Сонда біз неге технологиядан қалып жатырмыз? Өйткені біз Құдайды танымаймыз. Егер біз Құдайды танысақ, оны Құдайдың жаратқан дүниесін танушы. Жаңағы батыс неге озып кетті бізден? Материал тұрады, өйткені олар дүниені тануды жоғары қойды да, дүниені. Бірақ жаңағыдай моральдық жағынан әлбетте олар бізге үлгі бола алмайды. Моральдық жағынан. Бірақ технология жағынан бізден озып кетті. Это Библия. Ее можно не только читать, хотя, безусловно, читать тоже нужно.